Сәлем достар, мен өрмекші адаммын, жасым 13-те. Мен Қазақстанда тұрамын, және мен өзімді шексіз бақытты сезінемін. Бүгінде сүйікті Қазақстанымды қорғауға дайынмын. Ертегімізді бастамас бұрын сіздерге болашақ жұлдызымыз жайлы айтып берсек. Ол бар болғаны 3 жаста еді. 5 жасында ол ешкімнен қорықпайтын болды. Біреуге көмек керек болса, бірден жететін. 9 жасында ғажайып нәрсе орын алды. Ол өзі де байқамай, ерекше қабілетінің бар екенін сезді. Менің киімім ерекше болу керек. Жүрегіме жақын түстермен. Қызыл батылдық үшін, көк тыныштық үшін. 12 жасында ол бір шешім қабылдады. Қай жерде әділдік керек, сол жерде мен боламын. Дәл осы сәтте мен түсіндім. Бұл қала менің жауапкершілігім. Қайда әділдік керек болса, сол жерде мен боламын. Міне, дәл осы жерде менің оқиғам басталады. Бұл қала менің үйім. Мен оны әрқашан қорғаймын. Қандай керемет күн! Не болды? Бір жерде біреу көмекке мұқтаж сияқты. Жедел жетуім керек. Жай қарап тұра алмаймын. Біреудің өмірі таразда тұруы мүмкін. Қорықпаңдар. Мен осындамын. Барлығын аман алып шығамын. Аға, уайымдамаңыздар. Мен сіздерді қазір шығарып аламын. Болды, шығыңыздар тездетіп. Рахметтің керегі жоқ. Адамдарға көмектесу менің ең басты міндетім. Осындай жақсы нәрселерді көргенде жүрегім қуанады. Қаламыз қауіпсіз болса, менің ең үлкен қуанышым сол. Адамдарға көмектесіп, осылай биікте қалықтап ұшу мен үшін нағыз бақыт. Мен әрқашан қаламды қорғаймын. Мен қандай адам болғым келеді? Әр күнді жақсылықпен толтыра аламын ба? Ең бастысы, жүрегім дұрыс бағытта ма? Соңғы күндерім қалай өтіп жүр? Мен не істеп жүрмін? Осы қалаға шынымен пайда әкеліп жүрмін бе? Кәне, бір сәт еске түсірейік. Соңғы күндері мен қандай жақсылықтар жасадым екен? Ал енді, бірге еске түсірейік. Мен соңғы күндері кімдерге көмектестім? Рахмет, досым! Менің шарым ұшып кетті. Қорықпа, кішкентай досым. Саған көмектесуге әрқашан дайынмын. Бәрі жақсы болады. Жарайсың, батыр күшігім. Мен сені жалғыз қалдырмаймын. Апа, уайымдамаңыз. Мен сізді жолдан өткізіп жіберем. Әр адамның амандығы мен үшін маңызды. Көмектесіңізші. Ойбай, анда не болып жатыр? Уайымдамаңыз, апай. Қазір көмектесемін. Рахмет, балам. Маған адамдардың күлгені, балалардың бір-біріне көмектескені және жай ғана әдемі күннің жылулығы ұнайды. Мен кішкентай кезімнен адамдарға көмектескенді жақсы көремін. Қарапайым жақсылықтар жүрегімді қуанышқа бөлейді. Мен кішкентай көмектерімнің әрқайсысын бағалаймын. Иә, осылардың бәрі менің кішкентай ерліктерім. Бірақ әрбірі маңызды. Себебі жақсылық ешқашан зая кетпейді. Достар, бір-бірімізге көмектесу ең үлкен батырлық. Адалдық, мейірім, әділдік біздің күшіміз. Ал менің кішкентай достарым, біздің ертегіміз осымен аяқталды. Келесі кездескенше
аман болыңдар.